Бұл Жігер Жолаев екінші топтың мүгедегі әлеуметтік желіде өмір сүргім келеді деп көмек сұрады. Инсульттың кесірінен ақсақалдың бір қолы мен бір аяғы істемей қалған. Жігер Құспанұлы 89 мыңдай жәрдемақы алады екен. Ол Оралда жатақхананың бірінде бөлме жалдап тұрады. Жәрдемақының жартысын бөлме жалдауға төлеп, қалғанына күн көреді. Ол жарып ас-ауқат ішпейтін айтады. Астан тартқан ақсақал көршілеріне дән риза. Олар Жігер ағайға көмек қолын созып, нан мен артылған тамағын береді екен. Кейіпкеріміздің екі баласы мен ағайын тумасы бар, алайда туыстары оған қарайласпайтын көрінеді. Жігер Құспанұлы өзін қарттар үйіне өткізуді сұрап отыр. Ой, тумасы болса қараласпайды. Балалар да хабарласпайды. Телефондары жоқ. Мен телефоным оларда бар ғой. Хабарласпайды ешкім. Тамақ жағады қиын болып кетті совсем. Осы енді ауырған адамға бәрі қиын ғой. Бұны здоровый жігіт едім, қазір міне көріпсіз ғой. Нан мен май ғой жеп отқан. Нан жеп отқан. Осы жерді жалдап отырмын. 89 мың пенсия аламын. Оның осы алдағы айдан бастам 50 мың дейді. Мен тамаққа ақшам жетпейді. Енді қарттар үйіне барғым келеді. Жігер Құспанұлының жағдайын Орал қаласы әкімдігі мен облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасына хабарладық. Сала мамандарынан кейіпкерімізді қарттар үйіне өткізуге болады ма деп сұрадық. Жолаевтың жағдайын анықтап білгенімізде, ол кісі деген біздің арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығында қызмет алмаған бұрын соңды. Енді ол кісілердің жаңағы анықтағанымыздай еңбекке қабілетті балалары бар екен, кәмелеттік жастан асқан. Енді біздің қағидамызға сәйкес еңбекке қабілетті неке және отбасы кодексіне сәйкес Қазақстан Республикасының еңбекке қабілетті балалары немесе жұбайы зайыбы асырап бағуға міндетті делінген. Егерде ол кісілерді жаңағы балалары бірінші, екінші топ мүгедектігі болса, немесе медициналық, психологиялық ауытқулары онкологиялық немесе психологиялық диспансерларда есепте тұратын болса, және де бірінші, екінші топ мүгедектігі болса, ондай жағдайларда ескеріліп қабылдауға мүмкіндік бар делінген. Бұл кісіде енді балалары қызмет көрсетіп әлеуметтік қызметке тағайындауға бұл кісіні қабылдауға біздің қағидамызға сәйкес мүмкіншілік жоқ. Жігер Жолаевтың еңбекке қабілетті перзенттерінің болуына байланысты оған әлеуметтік маманды тағайындау мүмкін емес екен. Деген барылды, мамандар барып, тексеріп, акт жасады. Акт жасалған кезде анықталғаны 2 деген баласы бар екен. Жаңағы еңбекке қабілетті екен балалар. Қызы мен баласы бар. Баласы деген қазіргі таңда Астана қаласында тұрады, қызы деген Орал қаласында тұрады. Енді деген жаңағыдай еңбекке қабілетті балалар бар болғандықтан, біздер оны өзімізге жаңағы әлеуметтік қызметкер тағайындап өзімізге қызметке ала алмайды екенбіз әзірше. Қазіргі таңда ол кісіге жаңағы небір көмек, қолдау көрсетіліп жатыр. Сала мамандары көмек сұраған Жігер Жолаев көмексіз, жәрдемсіз қалмайды деп сендірді. Олар ақсақалға көмек қолын созып, туындаған сауалдары бойынша жұмыстанбақ.